Сұрақ: Рамазан айында кімге ораза тұтпауға рұқсат етіледі? Алыс сапарға шыққан жолаушы, ораза ұстаса ауруы асқынып кететін науқас, жүкті әйел және емізулі ана Рамазан оразасынан уақытша босатылады. Сұрақ: Ораза тұтпауға рұқсат етілген кісілер ұстамаған оразасының қазасын өтейді ме? Иә. Жолаушының сапары аяқталған соң, науқас емделген соң, ана баласын емшектен шығарған соң және жүкті әйел босанып, нифас қанынан тазарған соң және хайыз әйел детеккірінен тазарған соң қазасын өтейді. Сұрақ: Ораза кезінде басқа қалаға іс сапарға шыққан адам сол күндері оразасын тоқтата тұрса бола ма? Тіпті сапарда ешқандай қиындық көрмесе де, Алла тағала сапардағы адамға оразасын тоқтатуға рұқсат берген. Алайда, кейін сапарда қаза болған оразасын өтейді. Ал кім осы айда науқас болып немесе сапар шегіп ораза ұстамаса, қаза болған күндерін басқа уақытта ұстасын. Шынында, Алла сендерге жеңілдік қалайды, ауыртпалық артқысы келмейді. Бақара сүресі 185 аят. Сұрақ: Бүгін сапарға шығамын деген ниетпен Рамазанда тамақтанса, кәфарат өтеуі керек пе? Жоқ, бұл жағдайда тек бір күн қаза өтейді. Сұрақ: Сапарда жүріп, яки ауруына байланысты оразаны уақытында тұта алмай, Рамазаннан кейін де уақыты бола тұра, тұтпаған адамға ажал келсе, қалай болмақ? Науқас немесе жолаушы секілді қандай да бір шариғи себеппен ораза тұтпаған кісі қайтыс болса, ұстай алмаған оразасы мойнынан түседі. Қазасы бар кісі оразасын ұстауға мүмкіндігі бола тұра, өтемей дүние салса, артында қалған туыстары оның оразасын тұта алмайды. Хадисте: ешбір адам басқа бір адам үшін намаз оқи алмайды, ораза тұта алмайды, бірақ оның атынан әр күн үшін бір өлшем бидайды кедейлерге бере алады делінген. Ханафи ғалымдарының көзқарасы бойынша, қайтыс болған адам өтелмеген оразасы үшін фидия беруді туысына яки баласына өсиет етсе, әрбір күніне бір кедейге фидия беріледі. Сұрақ: Аяқ асты жолға шыққан адам оразасын бұза ма? Таң намазы кіргеннен кейін жолға шыққан адам қиналмаса, сол күнгі оразасын бұзбай, соңына дейін аяқтайды. Егер ол адам оразасын бұзатын болса, тек қазасын өтейді, кәфарат қажет емес. Таң намазына дейін сапарға шықса, онда жолаушыға берілген жеңілдікті пайдаланып, оразаға ниет етпеуіне болады, бірақ бұл күндердің қазасын өтейді. Сұрақ: Іс сапарға шыққанда оразаны жалғастырып ұстай беруге бола ма? Жолаушы адам сапар кезінде оразасын ұстай беруіне болады. Хамза ибн Әмір әл-Әсләми, Алла оған разы болсын: Уа Алланың елшісі, сапар кезінде ораза тұтуға күшімнің жететінін білемін. Егер ораза ұстар болсам, ол күнә болып саналады ма деп сұрағанда, пайғамбарымыз оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын: Бұл Алла тағаланың берген жеңілдігі, кім қаласа амал етсін, ал егер кімде-кім ораза ұстар болса, күнә болып саналмайды деп жауап берген. Сондай-ақ жолаушы сапарда қиналмайтын болса, ұстай беруіне болатындығын меңзейтін Бақара сүресінің 184 аятында: Білсеңдер, сендер үшін аузы ашық жүруден, фидия беруден ораза ұстағандарың әлде қайда артық делінген. Сұрақ: Қандай ауру түрлері ораза ұстамауға негіз бола алады? Адам баласы әдетте шыдай алмайтындай деңгейде ауырса, не ауруы болмаса науқастың өміріне қауіп төндіретіндей деңгейде болса, ораза ұстамауына негіз болады. Ауруынан айыққан соң қазасын өтейді. Сұрақ: Рамазанда хиджама жасатқан адам оразан бұзылды деп әдейі аузын ашса не болады? Хиджама оразаны бұзады деген хадистің негізгі мағынасы хиджама қатты әлсіретеді, бірақ ораза бұзылмайды. Сол себепті оразаның сауабынан айырылады. Міне, осы хадистің түпкі мағынасын біле тұра, аузын әдейі ашқан кісі қазамен бірге кәфарат өтеуі міндет. Сұрақ: Клизма оразаны бұзады ма? Клизма оразаны бұзады және бір күн қазасын өтеуі қажет. Сұрақ: Қарт кісілер және дертінен айықпайтын науқастардың оразасы қалай болады? Қарт кісілер мен айықпас дертке шалдыққандар оразадан босатылады, орнына фидия береді. Фидияны Рамазанның басында не оразадан кейінде беруге болады. Бақара сүресінің 184 аятында мұндай кісілер жайлы: бір міскіннің тамағын берсін делінген. Әрбір күннің оразасы үшін бір кедей таңертең және кешке 2 мезгіл тоятындай 30 күн тамақтандырады. Сондай-ақ фидияның ақшасын кедейге беруіне де болады. Бір кісінің фидиясын бір адамға яки бірнеше адамға бөліп беруге де болады. Сұрақ: Асқазанды тексеру үшін медициналық құралды пайдалану, зонд жұту оразаны бұза ма? Егер ішке кіретін тарапы құрғақ болса, ораза бұзылмайды. Ал егер ішке кіретін жағына майзни болмаса сол секілді заттар жағылса,
ораза бұзылады